Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге әдеттегідей мен Кәрімберді Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз жүрек ақаулары, олардың ішіндегі митральды жетіспеушілікке тоқталамыз. Жалпы жетіспеушілік дегеніміз не? Жетіспеушілік дегеніміз бұл жүрек клапандар толық жабылмау салдарынан қанның бір бөлігі келген жағына қайта құйылуы. Яғни қалыпты жағдайда жүрекшеден қарыншаға қан құйылатын болса, осы бізде клапандар толық жабылмау салдарынан қанның бір бөлігі систолық фаза кезінде қайтадан жүрекшелерге қарай өтіп кетіп отырады. Бұны біз жетіспеушілік деп атаймыз. Жалпы митральды жетіспеушілік немесе трикуспидальды жетіспеушілік немесе аорта клапанының жетіспеушілігі сынды бізде жетіспеушіліктер бар, бірақ бүгін біз митральды жетіспеушілікке тоқталамыз. Жалпы митральды жетіспеушіліктің екі түрі бар. Олар функционалды және органикалық деп бөлінеді. Функционалдың тағы бір аты олар салыстырылмалы. Яғни функционалды дегеніміз тек бізде клапандар өз жұмысын атқара алмайды, бірақ клапандық аппарат зақымдалмаған болады. Ол қай кездерде болады? Олар көбінесе бізде миокардтың зақымдануларында, дилатациялық жүректің кеңеюінде. Дилатация дегеніміз біз жүректің қуысы бар, соның кеңеюі. Олар тоқ пайда болуы мүмкін, немесе жүрек пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар инфекционды миокардиттерде, эндокардиттерде бізде дилатация пайда болуы мүмкін. Соның салдарынан бізде жүректің дилатациясы пайда болады. Ал дилатация кездерінде бізде жүректің іші кеңейеді, ал бізде жүрек клапандарын ұстап тұрады. Бізде емізікше тәрізді бұлшықтар және хордалар бар. Осылар қалыпты жағдайда клапанның жоғары қарай ашылып кетпеуін қадағалап тұрады. Ал егерде жүрек дилатацияға ұшырап кететін болса, яғни олар хордалар және де емізік тәрізді бұлшықтар бір-бірінен алыстайды және де ұзарады. Соның салдарынан бізде систолық фазасында жүрек клапандар толығымен жабылуға қажет болатын болса, ал бұл жетіспеушілік кездерінде ол толығымен жабылмайды. Соның әсерінен қанның бір бөлігі аортаға, ал қалған бір бөлігі олар жүрекшелерге қарай өтіп кетеді. Бұны бізде регургитация деп атайды, яғни қанның кері қарай ағып өтуі регургитация. Енді органикалық митральды жетіспеушілік бізде қай кезде? Бұлар көбінесе ревматизм кездерінде 75%-ға жуық адамдарда осы митральды жетіспеушілік ревматизм салдарынан болады. Одан кейін атеросклероздардан, инфекционды эндокардиттерден, жүйелі аурулардан, олардың ішінде біз ревматоидты артрит, жүйелі қызыл жегі, жүйелі склеродермия және де басқа да жүйелі ауруларды жатқызуға болады. Ол кезде бізде не болады? Бізде клапан аппараттары бар. Олар бізде митральды клапан, яғни екі жақтаулы клапан немесе олардың айналасындағы фиброзды сақинаны не болмаса хордан емізікше тәрізді бұлшықетті зақымдаған кезде бізде клапандық аппараттар зақымданады. Осының әсерінен бізде органикалық, яғни жүректің структуралық өлшем бірлігінде қандай да бір зақым бар, клапандық өлшем бірлігінде. Ал функционалдығында ол миокардта болады, ал органикалықта ол клапандар зақымдалады. Бұл кезде не болады? Яғни митральдардың толық жабылмауы салдарынан бізде клапандардың толық жабылмау салдарынан қан қарыншадан жүрекшеге қарай өтіп кетеді. Ал қалыптыда өтпеу қажет. Одан кейін емізікше тәрізді бұлшықеттердің созылуынан немесе олардың тонусының төмендеуі салдарынан да бізде митральды жетіспеушілік пайда болуы мүмкін. Ол қай кезде? Мысалы, емізікше тәрізді бұлшықеттің тонусы төмендейді және де ол қалыптыда ұстап қалу межесінен асып кетеді, яғни шамадан тыс кернеулік артып кетеді. Соның салдарынан бізде былай бір көрініс берсе, мына жермен қан айналып өтіп кететін болады. Яғни қарыншадан жүрекшеге өтіп кетеді. Одан кейін бізде хордалардың үзілулері болуы мүмкін. Яғни хордалар олар бір сөзбен айтқанда емізікше тәрізді бұлшықет пен клапанның ортасындағы жіп, сол бір-бірімен тартып тұрады. Ал егер хордалар үзілетін болса, онда клапандар жоғары қарай емін-еркін ашылып кетеді. Және де соның салдарынан бізде митральды жетіспеушілік симптомдары пайда болады. Енді олар шағымдары не болуы мүмкін? Негізінен оларда жүрек қағу сезімдері болады, ентігу, қан түкіру, өкпе гипертензиясы болады. Бұлар ненің әсерінен? Бұлар бізде жүрекшелерге көп қысым түседі, ал жүрекшелерге бізде бұл сол жақ қарыншадан және де өкпе веналары арқылы сол жақ жүрекшеге өте көп қан келіп жатыр. Ал бұл систола кезінде өте көп қан келеді, ал диастола кезінде қанның бір бөлігі қайтадан сол жақ қарыншаға өтеді, яғни өте көп мөлшерде. Ал бұл сол жақ қарыншадан қайтадан систола кездерінде сол жақ жүрекшеге және аортаға қарай айдайды, бірақ та сол жақ жүрекшеге өте көп қысым түсіп жатыр. Соның әсерінен олар ары қарай өкпеге өкпелік гипертензия пайда болады.
Бірақ бұл митральды стенозға қарағанда прогрессивті емес, яғни митральды стеноз кездерінде бізде ретроградта қан айналымы, яғни жүрекшеден өкпе веналарына қарай қан айдалып кететін болса көп мөлшерде, ал бұл кезде аса бір қатты өкпелік гипертензия байқалмайды. Байқалады, бірақ қатты емес. Одан кейін аккретиноздар болар бізде оттегі жетіспеушілік салдарынан болуы мүмкін. Құрғақ жөтел бұл өкпелік гипертензияның симптомы. Одан кейін жүрек өркеші деген бар. Егер де бізде сол жақ қарынша шамадан тыс гипертрофияланып кетіп, және де алдыңғы кеуделік қабырғаға көп соққы беріп отыратын болса, онда бізде жүрек өркеші пайда болады. Яғни жүрек қарыншалардың орналасқан аймағында қабырғаның мынадай бір өркеші пайда болады. Біз оны жүрек өркеші деп атаймыз. Бірақ ескеретін жайт, ол үлкен адамдарда кездеспейді. Егер гипертрофия бала кездерінен бар болатын болса, онда сол адамдардың бізде жүрек өркеші байқалуы мүмкін. Енді бізде митральды жетіспеушілік кездерінде қай жүректің бөлімдері ұлғаяды біз білеміз. Қалыпты жағдайда жүректің 4 камерасы бар, ал митральды жетіспеушілік кезінде бізде сол жақ қарынша ұлғаяды. Себебі бұл жерге систола кезінде жүрекшеден өте көп қан келіп жатыр. Неге? Себебі диастола кезінде, кешірім сұраймын, диастола кезінде жүрекшеден қарыншаға көп қан келеді, ал систола кезінде қарыншадан жүрекшеге қарай қан өтіп кетеді. Соның әсерінен бізде бірінші сол жақ қарыншаның гипертрофиясы, одан кейін бізде сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы болады. Одан кейін бізде өкпелік гипертензия дамуы мүмкін. Олар ақырындап. Одан кейін бізде өкпелік гипертензиядан кейін барып, біршама уақыттан кейін бізде оң жақ қарыншаның гипертрофиясы пайда болады. Бұл бізде үлкен қан айналымы шеңберінде тоқырауға алып келеді. Соның әсерінен бізде, егер де бұлар асқынатын жағдай болатын болса, онда бізде оң жақ қабырға астында ауырсыну және де мойындағы веналардың ісінуі болуы мүмкін. Бұл бізде үлкен қан айналымы шеңберіндегі тоқыраудың белгілері болып табылады, және де аяқта ісінулер болуы мүмкін. Одан кейін бізде негізінен аускультация арқылы жүректе көптеген диагноздарды анықтауға болады. Ол кезде бізде бірінші тон әлсіреуі немесе мүлде болмауы, ал систолалық шу естіледі. Ол қандай шу? Ол былай естіледі. Одан кейін атап өткенде бізде сол жақ жүрекше ұлғаяды, және де сол жақ қарыншаның гипертрофиялары байқалады. Ал өкпеде ұзақ прогрессивті әсер ететін болса, онда бізде оң жақ қарыншаның гипертрофиялану болуы мүмкін. Одан кейін біз ЭКГ-да не байқаймыз? Ол кезде біз сол жақ жүрекше және қарыншаның гипертрофиялануын және де жүректің өсуінің солға қарай жылжуын анықтайды екенбіз. Енді бізде осымен видеомыз бітті. Бізде келесі видео бізде аорта ақаулары, яғни нақтырақ аорта клапанның стенозы жайлы болады. Каналға тіркелейік, лайк басайық, қолдап кетейік, және де медицинада оқитын досымызға жіберіп қояйық. Қош сау болыңыздар.